Барлығына сәлем. Егер де жаңа жылға қарсы тәтті не жасаймын деп ойласаңыздар, осы американский печеньеді жасасаңыздар болады. Бұл өте дәмді. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Мінекей ішінде шоколады бар және өзі қытырлақ дәмді. Ең алдымен 100 грамм шоколадты алып майдалап аламыз. 20 грамм майға 100 грамм қант саламыз. Шанышқымен болмаса миксермен араластыра аламыз. Үстіне бір жұмыртқа салып, тағы да араластырамыз. Қалған ингредиент, яғни ұн, қопсытқыш және ванилинді салып, үстіне майдаланған шоколадты салып, таңғы дамытып бара жатырмын, тұз салып барлығын араластырамыз. Бірден дайындай берсе де болады, бірақ мен тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қойдым. Мінекей осындай кішкентай шариктер жасаймыз. Шариктерді осылай қойса да болады, жайылады. Болмаса үстінен езіп басып қойсаңыздар да болады. Мінекей осылай. 180 градуста 15 минутта тез дайын болған печеньеларымыз дайын болды. Фильм көріп отқан кезде, отбасыңызды қуантқыңыз келсе, осындай печеньелер жасаңыздар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Маған тіркеле кетіңіздер, сау болыңыздар.